Altılaştı arsın, bugün tuğan barışın, attan kazak atkanın tevhelsizlik turşun. Attan Kazakistan, attan koşmasta, kereşekle kasırga, ise kazak armanı, niyet etip Allah'ını, memleketin Kazaktır, imancının kurba, attan koşmasta, amin Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu Resulina Muhammedin ve ashabine ecmaîn. Sadakallahu ve cim. Subhanallah ve elhamdülillah. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allah sevmiş. Allah берет Аллаху Акбар. Сегодня пятница, 17 апреля 2020 года. В эти дни, когда коронавирус индет охватил весь мир, мы молимся за мир во всем мире, против всяких болезней, за братство, за дружбу всех людей самых разных национальностей, всех стран, как бы оттан Казахстан, это значит вперед Казахстан. Амин Аллаху Акбар, Аллах, прими мой намаз, 5 тысяч, Аллаху Акбар. Вот это посох, который мне подарил мне, да, по мусульманским ритуалам именно вот. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü la ilahe illallah, eşhedü la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hayran selam, hayran selam, hayran selam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Оттан наш клич от предков клич свобода. Оттан Казахстан вмещает в себе сердцем все народов, весь Казахстан. А сейчас ради исцеления планеты от всеобщих зол, оттан Казахстан совершает ваше спасение и сокрушает произвол. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ve elhamdülillah. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Аллах всемогущ, Аллах велик. Все люди братья, все перед Богом равны. Первые аяты Священного Корана. Мы уже поздравляли, еще раз поздравляем всех боговерущих с праздником Месха, иудеев, с католической Пасхой, православной Пасхой и священный месяц для мусульман, святой месяц Рамазан. А теперь сегодня 1 мая, день солидарности трудящихся. Это веками, годами укрепленный. Сейчас в Казахстане это объявляется День единства народа Казахстана.
Всемирный марш мира «Атак Казахстан» за безъядерный мир, за мир во всем человечестве, за полное уничтожение атомного оружия, за братание всех людей самых разных национальностей, поздравляет всех трудящихся Казахстана, всего мира с праздником солидарности 1 мая, как час в бывшем государстве СССР. Это праздник единства, солидарности всех народов, живших в СССР. А наступает еще большой праздник. Я сын фронтовика погибшего. Отец мой Асмеев Хантемир погиб, сражался за родину с наступающим великим праздником 75-летием Великой Победы над фашистской Германией. Аллах велит брататься, сохранить мир. Веление Аллаха главное. Для нас мир, труд, май. Вот мой лозунг, который подняли бывшие и нынешние, оставшиеся из казахского общества слепых, пострадавших от Семипалатского ядерного полигона. И его главный глашатай тогда, Изименко Владимир, Царство Небесное, в прошлом году умер, похоронили. И Мархавет Багдар, имады мемлекет, Божье государство. Аллах велит еще лучше брататься. Коронавирус, который вот является великим испытанием, объединил человечество против всякого дьявола, шайтана, за мир, за выживание от коронавируса. Аллах велит еще лучше, Аллах нас испытывает, но Аллах нас простит, и Аллах нас защитит, и будет величайший братание всего человечества. Вот главный лозунг нас. Амин Аллаху акбар. Бисмилля. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қасиетті жұма күні қабыл болсын. Қасиетті Рамазан айында ол да қабыл болсын ораза тұтып жатқан жандарға. Сонымен бүгін 1 мамыр. Өткенге көз жүгіртсек, біздің бала кезімізде көзімізді ашқаннан сол 1 мамырда асыға күтуші едік. Бұл күндерде қарда, тауда қар еріп, жылғаның бәрі суға толып, аудан орталығында үлкен шеру болады деп, бейбіт шеру жаңағы адамдар дайындалып сондай бүкіл Қазақстанда. Бүкіл Қазақстанда сөйтіп дайындалушы еді. Енді сондықтан сол кез, бала кез бүгін есіме түсіп отыр. Ал біздің студиямызға әдеттегідей әлемдік дәрежедегі тұлға, қолбасшы десек те болады, қара халықтың, қарапайым халықтың мұңын жоқтап жүрген Амантай Қажы Асылбек келіп отыр. Енді бұл кісіні жанында жүрген зағиптар қоғамындағы әр ұлттың өкілдері қарсы алған кезде мир, труд, май, жасасын Амантай Қажы дейді. Ендеше сол жаңағы ұран сізге қалай пайда болды? Бұл неге мир, труд, май деп айтып жатыр? Және сіздің есіңізде ме осы мамыр мерекесі осыдан бастасақ әңгіме? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Субханаллаху валхамдулиллаху акбар. О қазағым, елім, жерім, Қазақстаным, дін исламдағы мұсылмандарым. Ораза қабыл болсын бүгін жұманың. Рамазан құтты болсын. Күн сайын азан шақырып бата беріп отырмыз ғой, қабыл болсын. Біздің арманымыз қазағым, елім, жерім, Қазақстаным, 50 миллион, 100 миллион болып, иманды мемлекет болып, бір тұтас, қайраты қуаты зор, мықты, білімі көп, мәдениеті биік болсын деп жүрміз. Қабыл болсын, Аллаху акбар. Мұна бүгінгі тағы, бұны айтпасам, мен Алланың алдында енді бірінші Құдайға жауап береміз ғой. Мен өзімді бір қысылап, өзіме бір келген аяңдарды айтпай, бір басқа жолға адасып кетіп. 1 мамыр күні бұрынғы жылдары бұны СССР дейміз ғой, Совет одағында. Бүгін әлемде ден солидарности трудяшсы, еңбекшілердің. Бұл еңбекшілердің мейрамы бәрі мұна СССР-ға жауып, кәпірлер, саяси күнәһарлар бәрі СССР-ға жауып, СССР-дан жаман мемлекет жоқ деген бұл саясатшылар. Енді қазір олар өзі азда болса да аузын жаба бастады. Еңбекшілердің мейрамы айналайын жұлдыз. Саған рахмет деп айтады. Бұл Америкада, Чикагода шыққан. Жұмысшылар, кедейлер жаңағы капиталистке қарсы ғой. Бұл жұмысшылардың айналайын. Мұны орысша айтпасақ тағы болмайды. Эксплуатация человека человеком дейді.
Bu Allah'ın aldında adamdı adam malay kılıp yen kurakar. Sodan kötürsün oğan. Sonra keyinin kötürülüp bugün alen onu da Rusya kezdi buna Ors Paşası Nikolay Cumhurlar cama kırıp belim oldu koy. Sıvazda. Sonra Cumhurlar kötürülüp ahırında Cumhurlar. Memleket kurup sebet oldu. Süydüp takka geldi. Lenin'in başlığı beni. Ulan demiş Lenin imadım olsun. Annemle ayttık peygamberin tuğan gününde Lenin'in 150'ge tuğan gününde kegen saykes bolğandan taң kalıp oturup Jerbek Savur. Lenin'in tağı bunu aytıp koy gerek. Bunun en ulken niyesi bana en güçlüge yerde okuca. Erkinlik aperdi. Erkinlik. Onu keyin mına kişi ultlar malynatsı. O bir işe de kızın. Россия тюрьма народов, каждая нация имеет право на самоопределение вплоть до создания национального государства. O Konstitutsiya жазылған. Biz ayttık koy Тұрар Рысқұлов, оның бірінші орынбасары. Ол Ленин кезде мына политбюро дейміз ғой бұрынбастар. Azerbaycanlar, Armenler, Грузиндар, кіші ұлттардың бәрі келген. Оны мына Сталин айтты ғой оның үлкен әңгіме. Бірақ бұлардың ең күнәсі Құдайға сыйынбай, Allah'ın üzülmeyi Құдайға қарсы шығып түрге қылады. Бірақ еңбекшілерді күнәсі қойын алайын. Ал енді бәрі сол күн қалды 1 мамыр. Міне қазір Қазақстанда бейбітшілік күні, халықтардың тымау күні, орысша айтқанда ден, единство, мир и согласие. Міне мен 30 жыл айналайын Алланың арқасында. Мына полигон жоқ қойшы. Шеріп жатады ғой міне. Міне қазақша айтайын міне. Мир Трутбай, Хажы Амантай. Жаңа ғана маған айналайын мына Азамат Айтжан. Полигонның зағибы жет жақсын көз көрмейді. Қараш көзбе жатыр. Соның досы, Мархабет Бағдар қайсы болды ғой. Мына Ефименко Владимир, мен шеріп жасап тұрсам, айқайлап, өзім нағылып отыр интервью беремін. Кеп телевизорға қарасам, мені ақылдым, телевизор қарасам, біреулері Мир Трутбай жасады қажаматы айқайлап тұр. Мен ана интервью беремін, нағылап оны ойыма кірмейді. Олар өздері әбден зағиптар қор болғаны кейін. Бұны айту оңай, мен қазір жылап жүр. Ешкім бұларға қарамай, ешкім нағыманы кейін. Мир Трутбай иманды немет құрамызды. Мархабет мен жара өліп кетті. Сөйтіп, сонда шығып кетті. Оны мына Алексей Шахматов. КТК-да журналист. Ол талай келді. Оны айтырысың әңгіме көп. Бүгін 2 жол зор жаңалық болды бір жаңалықта. Назарбайды бір кішкентай мемлекет Нобелевский премия ұсынды деп жаңалықта КТК беріп жатыр. Екінші жаңалық мына полигон зағыптары келіп Амантай қажының көсесінде Наурызбай Батышев Амантай қажыны вождь народа деп айқайлап тұр дейді. Мен осы күліп, жаңағылар кеп конфеттер интервью болады ғой, Ефименко Владимирге. Енді қазақтар көрмейді, ода көрмейді. Сізге кім Амантай қажы десе, Амантай қажы мировой вождь дейді, мені айтып. Ой, кім Владимир? Сен оны айтпа деймін орысша. Ты не говори Владимир. Если кое-кто услышит, объяснит, да пошел он туда дейді. Міне, бұл хроникада көрсеткен нәрсе. Мен біреудің төмендетейін. Әйтпесе өзін мақтайын деп тұрған жоқ. Бұл тарихи болған жағдайлар. Мұна айттық қой, қандай бір қызық болып жатыр. Мұна мен ана мемлекеттік басшылығына жібердім айналайын. Мұна осындай жұлдыз деген телеведущий, директор дегенде қойын келе болды, директор деген бәле болды. Телеведущий осындай ислам туын көтеріп, хабадан бұрын Қазақстан телеканалын бұрын мемлекет қылдыр. Азан шақырып, намазға құлатып, насихаттап тұр. Міне жаңалық, сенің бастауыңмен, менің де батам бар енді бұл үшін. Сен азан міне Қазақстанда қазір күніге сағат 9-да имамдарды шақырып, ислам насихаттап отыр. Бұл өте, бұл болмаған нәрсе, хабардан да. Мен мына Қасым-Жомарт Тоқаевты тағы айтып айналайын. Қасекең аман болсын, өмір ұзақ, бақытты болсын. Ол нағыз елдің ел басшысы болып тұр ғой, президенті. Одан соң зор болады, мен сеніп отырмын. Міне жақында ғана парламент оған үлкен тағы да қуаттарын берді ғой енді.
Жаңағы орысша айтпаса тағы болмайды. Чрезвычайный положениемен президенттің полномочиясын күшейтті. Бұны орысша айтпаса, мен оның орнында оның полномочиясы жетіп жатыр, бірақ ол айтты ғой, мәдениетті адам, өте сыпайы, интеллигент, көріпкел, парламент тағы білесіз. Оның бәрі күші бар. Өзі там болып, ислам болып, намазға құласа, орысының ұшып кететін жігіт. Барлық жағдайы бар. Өте жақсы. Ал енді жаңағы сіз айтып жатсыз ғой, осы біздің 36-шы канал ITTV арқылы Қазақ Телекомнан шығатын жастар арнасы осы бағытты бастады деп. Бұл бастағанда елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша ашылған канал. Сондықтан бұндағы біздің мақсатымыз қазақи салт дәстүр үрдіс, ұлттық біздің өзіміздің колорит дейді ғой, өзіміздің қазақстандық ұлттық салт дәстүр әдет ғұрпымызды сақтай отырып, өзге елдермен тереземізді тең ұстау. Сол бағытта біз қазір бағдарламамызды бастадық, сіздің батаңызбен әрине. Алғашқы батаны сіз бердіңіз, міне әлі күнге дейін Аллаға шүкір жақсы бағдарлама канал өз. Еді жұлдыз, мен бұны айтпасам айналайын. Міне, президентіміз бірінші, Нұрсұлтан Әбішұлы аман болсын айна, талай бата берген міне отыр ғой. Мынау жастар жылы деді, былтыр өтіп кетті ғой. Өткен жыл. Тоқаев оны қолдады, ол келді ғой. Сен қараш, қандай қарапайым қазақтың қызы, мен бір мақтайды тұр. Осындай жастар каналын ашып, сенің сөзің айналайын. Олардың айтқан сөзін орындап, мемлекеттік өкіметтің көмексіз. Ал енді Қасым-Жомарт Тоқаев айналайын. Аман бол президент Нұрсұлтан Назарбаев бауырым. Бұндай каналға мемлекеттің каналы істемеген қоғамдық общественный телеканал істеп отыр ғой, Алла тағала. Сен жұлдыз маған өте үлкен абырой беріп жатсың, мен еңбегін сыйлаймын айналайын. Мен қазір жазып ал, Мырзатай Жолдасбек. Мырзатай Жолдасбекпе арнайы телефон соғам. Ол ана бірінші президенттің мұғалімі, сол мектептің директоры болған. Ол айтсын деп, сен үшін емес, бір атақ абырой. Мынандай каналды хабар. Олар сені керек болса, үлкен атақ абырой беру керек саған. Жәрдем беру керек. Мынаның бәрі тұрған Аллахың бұйрығымен енді мен өзімді айтсам, бұл ол басқа бұл аматайға жоқ. Алланың бергенімен сен жұмыс істеп атты. Береді де. Бірақ мемлекет басшысы оны жақын тұрған міне. Бақ, Жан Сағынтаев айналайын аман бол. Оның ана Ержан бауыры ауырып жатыр, орынбасары. Ол бата бердіп жазып кетсе, бәрін шешіп берейін деп Ержан айтты. Орынбасары әкімнің. Оны мен айтып отқан сен білсін деп. Жақсы, енді бұл енді күнделікті тыныс тіршілік қой. Бірақ дегенмен сізге ел алдында алғыс білдіреміз. Осындай індет кезеңінде халықтың рухын көтеріп, оларға жылы сөз айтып, көкірегіне сәуле ұялатып, халқымыздың алға қарай өмір сүруіне құлшыныс тудырып отыр. Жақсыдан шарапат дейді ғой қазақ атам. Ол маған Алланың берген бұйрығы, мен оны парыз, оны орындамасам мен айналайын осыдан талай айтып қалдым. Мен сілкініп құлап қалдым мүмкін, сен оны көрмегенсің адам. Оны көрген адамдар бар. Мен ананы жеткізбесем, мен өзіме, енді Алла кешірсін, бір үлкен бір не қисылы болды дейін, терлеп, мен өзі қорқақ екенмін. Мен адалдың Алланың берген аян жеткізбен деп, мен оны біреулер басқа түсінетсін, мен қатты қиналып қалдым мүмкін. Мен соны кейін бақырам. Мұна бүгін тағы да айналайын арнайы құрметті біздің бірінші мүфтиіміз, ислам институты құрған. Оның еңбегі исламда Қазақстанда ешкімде болмаған. Мүфтиятты құрған. Мына бірінші президентіміз біздің Нұрсұлтан Әбішұлы аман болсын. Бұның еңбегі зор. Бұдан артық президент бізді Қазақтан шығама шықпайын бір Құдай десін. Бірақ мүфтиятты сол кезде құрған Назарбаев ол кезде Совет министрдің бастығы. Колбиннің кезінде. Оның қандай қиналғанын, оның неше бір бәлелер ақшаға ұрылғанын, мен өлем ойған барып сәлем беріп, ол бүгін хатты көріп интернеттен рахмет Қажы Амантай, сен нағыз Озар Омарғалиевтің пайғамбардың ізбасарын. Сен оны ары қарай жалғастырмасаң, мен саған қапсырам деді. Міне Рәтбек Қажы. Көке, Реке енді мүші мұфти ғой. Мен өз қамшымен келем ба? Или сіз өз қамшымен ұзасыз? Жоқ. Сен
жарбассың. Сен Алла қолдап тұр, Тоқаев та қолдайды деді. Әмин. Енді Оны неге айтып? Сені қолдау керек. Мені Алла тағала қолдап тұр. Сені қолдағанда осы 4 канал иманды мемлекет, рухани жаңғыру. Өте жақсы. Енді қараңыз, мынау Алла тағаланың жолында жүреміз деп насихаттаймыз, қолымыздан келгенше қазақи бағытта өзіміздің ұлттық имандылығымызды сақтаймыз деп отырмыз ғой. Дегенмен бүткіл миллиардтаған халықтың арасынан осы Рамазан айында індет келіп жатқан кезде орыс тілінде және қазақ тілінде барлық бүткіл әлемге, енді интернет жүйесі әлемге шығады ғой, бүткіл әлемді имандылық жолына шақырып жатқан сізге Алла тағаланың бір берген үлкен сыйы деп ойлаймыз. Және Ратбек қажының өзі сізге пәтуа беріп, сізді Омар Халиф, пайғамбарымыздың сахабасы, жаңағы ең жақын досы. Ізбасар дейді, ол емес, бірінші муфти. Мен Соны сізді Омар Халиф деп ат берген, сол атқа лайықты сіз күркіретіп, айқайлап келе жатқан адамдардың бәрі сескеніп, шошып, жол беріп, қорқа қараса, біраздан кейін сізге мейірлене қарайды. Бұл да керемет енді. Бір үлкен ағамыз қайтыс болды, былтыр Ізбасар Балтағұлов деген ағамыз. Бұл Алматы облысының баяғы Асқаров кезінде обком секретар болған, хатшысы болған, идеология жағынан. Мен өте жақсы ақсақал еді. Ол кезінде мені обком партияда қызмет істегенде орыстың шовинистері ашық айту керек. Мені ұлтшыл деп сыртымнан түсіреді ғой. Ойда голосованиен Асқаровтың қолына келмей. Сол кісі кейіннен менен өткеннен кейін Амантай қажы, мен таңғаламын, айналайын. Сен профсоюзда істедің, партияда істедің, комсомолда жұмысшы болдың, заводтың бастығы болдың. Сен сондай Аллаға келдің, мен сені пір тұтамын деді ғой. Оны мен неге айтып отырмын? Міне Қазақстанда ашық айтып отырмын. Патриоттық жағынан Қонаев бірінші болса, екінші Асанбай Асқаров болса, ол кісінің должности төмендеу. Басқаларда болды ғой. Ол кісі зор патриот деді. Мына халыққа, елге бағанасы туысқаннан. Мына Қонаевқа ордан түскенде көп адамдар бармаған. Вот Ізекең барып жүрді, мен барып жүрдім міне. Асанбай Асқаров төмен отырғанда ешкім бармаған. Мен, оны неге айтып отырмын, айналайын. Бұл сенің бастамаң, сен мені айналайын біліп отыр. Бұл мемлекет, өкімет, мына осы бұл аттаның бір шеңбірде отырған жағдай. Мен саған аттаның пресс-секретар дегенде мен тағы бір должность ақша беріп отқан жоқпын. Сен өзің соны насихатшы. Бұл Алланың жолын насихатта. Мен Мырзатай Жолдасбек көкеме телефон соғам. Аман болыңыз. Сіз Нұрсұлтан ағамызды оқытып, мектепте директор болғанда талай көтеруіне бәрін нағылдыңыз ғой. Оның сіздікті айта берсек, өкпелеріңізді де білемін. Сіздің қаһарыңыз қазаққа сондай зор премьер-министрдің орынбасары болды. Маған арнайы телефон соғып, Амантай қажы бауырым, сен қандай бақытсың, халықтың терең ішінде жүрсің. Дінің, ислам, қуат қарат берген зор азаматсың. Мен сені ана Қырымбекке өзім жамбойшығын айтамын, айтпай қойыңыз дедім. Маған Назарбаев айтпай қойды, Алла көтеріп тұр. Бірақ бұлар мен енді қолыма келсе ол аттан. Бұл жастар каналына Қасым-Жомарт Тоқаев, мына бағдарламаңызды аман болсын. Сіздің жастар келешегіміз үшін жастар телеканалы, Қазақстан телеканалынан, хабардан, КТК-сы бар, 31 бар, тамыз алға жолға шығып тұр. Алланы шақырып, азанда, азан шақырып, бата беріп, аса қасиетті Рамазан айында. Сіз біздің ұранымызды қабылдап, иманды Қазақстан дейді. Бұл Алла беретін жол, енді кішкентай саған сабырлық керек, шыдамдық керек, жол ашылып тұр. Айтқаныңыз келсін, ал енді әңгімемізді одан әрі жалғастырамыз. Эфирде Асыл мұра бағдарламасы. Бағдарламаның атынан заты сай, яғни біздің асыл мұрамызды сақтап қалу. Ұлттық өзіміздің салт дәстүрімізді, имандылығымызды, әдет ғұрпымызды, өнерімізді, спортымызды, ата-бабамыздың тастап кеткен кең байтақ жерін қорғап қалу. Осының барлығы Амантай қажы айтпаса кім айтады енді? Ол елдің алдына шығып ұран салып айтудың өзі, сіз міне ұрандап отырған кезде мынау студия желділдеп кетеді. Сіз бір аспанда тұрып айқайлап тұрғандай әсер аласыз. Айналайын, кешір, мен Ізбасар ағамыз айтқанда, оның еңбегін айтып та, оның маған
айтқан сөзім, мына аштар болады Қазақстанда. Көп ана белгілі қайраткерлер бәрі. Мына дом приемов әр жерден. Сонда мен келем ғой, Әзекең айтады. Сен кіргенде дейді, бәрі оды сәл бас кешік боламын. Бата беріп жүр ғой. Ана отырғандар сілк ете қалады дейді. Көке неге сілк етасың? Сен өте таза адасың дейді. Олар нашар дейді. Арттары өшеді бастықтар. Мен қара 3 көптейінде автобусқа тұрған Әзекең өзі таза адам. Соны айтып отыр, көрдіңіз ба? Ол мен бәрін айтамын деді. Бәрін айтып жүрмін деді. Оны неге айтып отыр мені? Мен оның орындамасам, мен ауырып қаламын деді. Алла беріп тұр. Оны мен неге тағы айтып отырмын? Бұл Құдай өзі үлкен жаңалық беріп тұр. Бұл халқым, қазағым, елім жерім осы жерде айттым ғой. Мына 36 канал, жастар каналы. Бірінші Қасым-Жомарт Тоқаев, парламенттің басшысы Нығматуллин, мына премьер-министр Асқар Мамин. Қолдаңдар айналайын. Мен сендерге жауап тұрған жоқ, болғанның бұйрығын орындаңдар. А сен бұны қыспа. Бұлар мемлекетке, елге, мұсылман дініне, Қазақстанға керек. Бірінші, мына екінші президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа керек. Ол өзі келіп сәлем беріп, аман болсын. Мына Амантай Қажы отыр ғой, құрылтайда мұсылман, имады Қазақстан құрамыз. Ал бұл сен соны қоғам болып, өзің добровольцы дейді мына орыстар. Орысша қазақша қалай деп тұрсың? Өз еркімен. Өз еркімен кем отсын. Жақсы, өте жақсы. Енді Амантай Қажы біздің әңгімеміз. Енді коронавирусқа келейік. Әдеттегідей індетті ауруы. Міне, ал айналайын Алла тағала мына қазақ халқын. Міне мен Америкаға айтқаным бәрі келді. Мен шындықты айтып отырмын нақты. Европа келгенге. Міне 3 миллион уже ауру дүниесінде ой. 200 мыңнан кетті вот неге. Бірінші Америка орын алып отыр, 56 мың өлген. Великобритания 26 мың аңшылдар ғой. Олар дүниеден тонап, Англия бәрін басқарып, бәрін басып, мұсылман алдында көп күнәлар бар. Міне, енді Италия шығып жатыр, Франция аман болсын, Испания. Міне, мына қараңыздар. Құдай сақтасын, менің айтқаным кеп тұр, келсін, мен тасымайын, саспайын. Жаңа айтқанда қазақ көз тимесін. Міне, бізде 25 адам көйлек қайсы болған міне. Қандай дұрсат? 3138 адам ауру. 25 адам қайсы болып, бір апта тұр. Ой, Алла тағала. Біле қарай. Бұл енді 25 адам айналайын, кешіріңіз енді иманды болсын, конечно. Мына Россияның доғырлары, не правительство, ассоциации врачей России. Они вообще это не признают даже, оказывается. Они, я не хочу, это может быть и не надо. Они считают, что особенно коронавирус нет. Мы на Түркменстанда, вообще коронавирус жоқ, айтсам оны сотқа бар деген. Міне Түркістан бауырларымыз. Мына шошыған, үрей деген жаман ғой. Паника дейді орыстарда. Паника, үрей, жаман нәрсе. Міне Белоруссияны көрсетті. Бір кемпір Белоруссия показала Евроньюс, Виктор, это камера не слезай. Мне все народы равны. Старуха прямо 90 сказала, у нас коронавируса нет, карантина нет, у нас такая медицина белорусская, и у нас такой президент Лукашенко, Асад Григорьевич, он не даст умереть. Когда человек готов к бою, к смерти, не боится, представляете, вот оказывается, шайтан, дьявол уходит. Ну, неудобно говорить, Анилайн. Вот про кишки, если медицинская фраза. Вот африканские мужчин кишки, они съедают, оказывается, не только коронавируса, любые бактерии съедают. Кишки у них здоровые. Я это говорю предметно на русском языке. А у кого кишка тупая, это русские говорят. Тут, конечно, не дай бог. Мне айтқан, я. Жақсы, енді өз елімізде тыныштық болсын, бүткіл әлемде тыныштық болсын, әрине. Жақсы Жармыр, сен сіздің айтудағы мақсатыңыз, олар имандылыққа келсе бұндай болмас еді деген сөз. Да, міне, олар ана Алланың орнын басып, Америка хочет править всем миром. Аллах кесті это. Германияда фашист, Гитлер. Я как сын Богослова заявляю, хотел владеть всем миром, арийцы прежде всего. Это что? И что получилось? Он даже не похоронен по-человечески. Заслужил этого, сгорел в огне.
Вот такое в наше время. Гамсахурды появился фашист в Грузии. Я, говорит, уничтожу, президент Грузии. Я уничтожу Осетию, Аджарию, Абхазию. Открыто по телевизору. Он даже не похоронен в могиле, а лежит дома в своей могиле. Ну как можно создать целые нации, народы, и какой-то фашист сволочь какой-то страны заявляет, это величайшее преступление, грех причем. Даже думать об этом грех. Мен орысша айтқаныма өкпелемейсің ба жұлдыз? Әрине сіздің орыс және қазақ тілінде жетік екеніңізді білеміз. Біздің бағдарламамыз қазақша. Дұрыс. Ары қарай жалғастырайық. Бүгін енді Рамазан айы, ораза айы, әдеттегідей көрермендерге өзіміздің көріп отырған тағы да батаңызды беріп хабарымызды тәмамдасақ. Қазағым, елім, жерім, Қазақстаным. Қазақ халқының Алланың алдында күнәсі жоқ енді. Енді кешірсін, кішкентай күнә болады ғой, ол басқа жағдай. Біз қанша елдерді, қашқындарды, керек болса біздің елге қуғындарды, репрессивді қабылдадық. Үлкен сауап болдық. Олар енді бұны хабар Қазақстан Тоқаевтың айтуымен келгендер шешені болсын, грегі болсын, еврей болсын, орыстар қазақ халқына рахмет. Қазақстан бізді қабылдады. Бұл қазақ халқы, Қазақстан біздің үйіміз, біздің мемлекетіміз, біз Қазақстанның азаматтарымыз деп бағдарлама жүріп жатыр. Ал неге бұрын жүрмейді? Ол енді сіздің бастамаңыз ғой. Жоқ, менің бастама емессің. Сен айт. Жоқ, ол Алла. Дұға қылдыңыз, сол қабыл болды ғой тілегіңіз. Солай ма? Тек ораза айы, оның алдында неше түрлі әр ұлттың өкілдерінің, Иуда дінінің мерекесі болды, христиан дінінің мерекесі болды. Қасиетті ай болды ғой. Осы айда сіз тілек жасадыңыз халыққа. Сол тілек қабыл болды. Бұл адамзатта, бұл тарихта ісіріп бұрынғы Советтер одағы мемлекеттерде, Африкада, Азияда, Америкада, Европада болмаған жағдай. Бір қазақ Алланың бұйрығымен Қазақстан туын дүниеде көтеріп, бейбіт туын, ислам туын, барлық адамзатқа қай болса да, қай Алланың жолында болса да, таза жолында ғой, юдей болсын, христиан болсын, жаңағы православный болсын, мұсылман болсын, тілектес. Бұл біздің ата-бабамыз қазақтың кең байтақ жерінен шыққан менің үндеуім, кішкентай қазақтың азаматымын айналайын. Оны сен осындай телевизор ұйымдастырып айналайын, шақырып, мен оны айтпасам халқым, осындай қазақтың қыздарын, осындай мемлекет басшылар тағайттым. Менің сөздерімді ағым айналайын. Асқар Маминге жеткісі міне. Кімге айтты ғой, Қасым Тоқаев аман болсын айналайын. Мұны Бақша Сағынтаевқа. Бұл үлкен жақсылық болады, бола береді. Ол бұған тасу, сасу, әйтпесе қазақша далбасу, бұлай алу керек емес, шақырмақы дейсі осы. Солай ғана, каналмен, бисмиллахиррахманиррахим, субханаллах вальхамдуллаху акбар, раббана уатина фид дуния ва қина ғазабан нар, субхана зати ғамма ясифун, вассаламун алейхи вассалим, Аллаху акбар. Құдайым Алла тағала бүгін міне жұма. Менің батам қабыл болсын. Қазағым, елім, жерім, Қазақстаным ұлы, қайратты, қуатты, мықты, мәдениеті биік, қайырымды, мейірбанды, иманды мемлекет болып, 100 миллион мәңгі бақи жасай берсін. Алла мына бәрік бәледен, қауіптен, қатерден, жаман аурудан, шайтандан, коронавирустан сақтап, қазақ халқы елімді, бүгін адамзатты бейбіттік көтеріп, адамгершілік Алланың жолында зор болып, бүгін әлемде бейбітшілік тыныштық болсын. Аллаху акбар. Да здравствует мир во всем мире. А там Казахстан, за мир всех стран. Да здравствует Рамазан. Умилуйте.